Саламатсыздар, сіздермен бірге шеберлік каналы. Бұл видеода сіздерге мындай гүлдің қалай жасалатынын көрсетейін деген едім. Бұл гүлдің ерекшелігі тоқыма жіптен жасалынады, бірақ тоқылмайды. Оны сызғыштың көмегімен істелінеді. Ол үшін бізге сызғыш, қайшы және де үлкен инелі керек, көзі үлкен. Және де жіп керек. Менде мындай қалдық жіптер, тоқымадан қалған артық заттарды былай қойып тұрайын. Мысалы, мындай көлемді гүлді істеу үшін мен 15-тен бастадым. Бірінші аламыз. Мына жерден 15-ге келіп байлаймыз. Осылайша байладық. Енді мына жерден жіптерді кіргізіп отырамыз. Ол үшін бұрайымызды, жібімізді. Қазір камерадан сәл ыңғайсыз. Былай істейміз. Мінекей. Осылайша жібіміз барлығы мына жаққа түсіп отыру керек, боралғаны. Қайталап көрсетейін. Кез келген сызғышпен істеуге болады. Тартын құраймыз да. Мына жер түзу болған қадағалаймыз. Бұрадық. Мына жерден шығардық. Өткіземіз. Қатты тартып жібермеңіздер, өткені кейін соңында бұны шығару қиын болып қалады. Мінекей. Бірнеше рет көрсетейін сіздерге. Кейін соңына дейін істейсіздер. Осындай гүлмен мен қызымның кофтасын сәндедім. Әдемі көрінеді екен. Мүмкін шапкаларын төбесіне немесе алдына істеуге болады. Бұл гүлді мен қызымның пинетка тоққам, кішкентай. Кейінгі видеоларда көре аласыздар. Сол пинетканың алдын сәндеу үшін қолданамын. Неге сызғыш өткені көріп отырасыздар, қаншалықты ұзындықты алып отырғанымыз. Мысалы, сізге бірнеше гүл керек болса, көлемдері әртүрлі болып кетпеу үшін сызғыштың көмегі жақсы. Мен темір алдым, өткені жіпті кейін шығарып алу оңайырақ болады. Алдында ағаш сызғышпен істеген едім, одан кейін одан шығару қиынырақ болды. Сондықтан темірді алдым мен. Қалдық жіптерден істесеңіздер болады. Қимылдау жақсы, қатты тығыздап атқан жоқпын мен. Осылай істей бересіздер. Тағы да көрсетейін. Тарттық. Мына жерден шығардық. Былай кигіземіз. Кейін жіпті тартамыз.
үлкен саусақ ұстадық. Мына жерден алдық, кіргіздік. Осылай соңына дейін істейміз. Соңына дейін істедім. Камераның алдында істеу қиынырақ әрине, бірақ мынаны тез істеп тастадым мен. Сіздер де солай істеген деп үміттенемін. Ендігі қадамымыз, әкелдік көлемін, біраз жіп қалдырамыз. Қиғаламыз керек ұзындықты. Бұл ұзындық сіздердің қаншалықты көлеміңізге қарай байланысты болады. Мысалы, маған мына жерде білмедім, жарты метрден көбірек шығар қалдырғаным. Артығынан қалдыра салдым, кейін жетпей қалғанынан көрі. Енді мына жерден инеден өткіземіз ұшын. Енді жібім сондай жалбырап қалған. Сондықтан мен скотчты алам ұшын. Кейбіреулердің жіптері жақсы өтетін болса, бірден істей алатын болады. Мен жібім ондай емес. Сондықтан ұштан скотчты алам да, кейін инеден өткіземін. Екі қабаттап істедім да, ұшын алып тастайын. Мына жерін артықтан алып тастайын. Ұшымда скотчын сәл кетіп қалды. Өткізіп көруге тырысайын мен. Бұдан да үлкендеу болса көзі тем жақсы болады. Өткіздім. Енді мына скотчты алып тастаймыз. Керек емес енді бізге. Сәл ғана өткізіп алайын мен. Осылай жеткілікті. Ең басы шығып кетпесе болды. Сәл енді ұзындау. Енді мыналардың барлығын жіппен өткізіп шығу керек, шығып кетпеу керек. Ол үшін мына жерден сіздерге былайыстап көрейін мен. Анық көріну үшін. Мінекей. Мына жерден оралғаны бар. Бірінші қатардан. Бірде-бір қатарын қалдырмай істеп шығуға тырысыңыздар. Өйткені гүліміз кейін сөгіліп кетпеу үшін. Бірінші қатардағы оралған жіптен өткіземіз да. Енді оралды ғой. Осыдан инен тағы өткіземін. Бұлай болады сонда бізде. Инен байланды. Бірінші қатарымыз. Шошымаңыздар. Соңына дейін қалай отырамын деп. Егер тоқуда сондай үйреніп қалсаңыздар, бұл да өте оңай. Екінші қатарға көшіп жатырмын. Кетіп жатыр. Үшіншісі. Өткіздік. Шығардым. Сөйтеміз да.
астынан өткізді. Жағынан көрсетейін. Осылай болып жатыр. Мына жер оралғандары. Араларын ашып көрсетейін. Соны мына жерден кіргізесіздер да. Келесіде мына жерден инені кіргізесіздер. Бір-екеу қатарын көрсетейін сіздерге. Оралды ғой. Сонда инені артынан кіргіземіз. Осылай. Бұл жерде қатты берсеңіздер болады. Осылай болады. Арасын тарт қойсаңыздар да болады, егер көрінбесе. Осындай гүлді бір қалындау келген жіппен сеп көрдім. Бірақ осы тігуге келген кезде сәл қиналдым. Өйткені көрінбеді қай қатарға кіріп жатқан иненің. Сондықтан сондай болмау үшін бірінші сіз осындай жіптерден, жіңішкелеу жіптерден бастасаңыздар жақсы болады. Және де арасын бүйтіп ашып қойсаңыздар болады. Сол кезде бірде-бір қатар қалмай барлығын тігіп шыға аласыздар. Солай тартамыз. Соңына дейін. Соңына дейін істейміз осылай. Олай кіргіземіз. Өстіп істеп шығыңыздар. Соңына дейін тігіп шықтым. Ендігі мына жерден поля жібереміз. Байладық. Қазір жібімізді сызғыштан шығармай тұрып, артығын алып тастайық. Қырқып тастаймыз. Скотчтан салынбай жатыр. Алып тастаймыз. Жіпте менде көп қалды. Сондықтан қазір маған тігуге бұл кедергі жасамау үшін мен бұны қысқартамын. Мынанша жетіп қалу керек. Жиырма сантиметрде алып тастаймын. Барлығын шығарамыз сызғыштан. Бірде-біреуін қалдырмаңыз деген себебі мына жерде сөгіліп кететін еді. Қалып кетсе. Сондықтан тігіңіздер деп айтқаным сондықтан. Және де қатты тастамаңыздар деген себебімде осы жерден сызғыштан шығару сәл қиын болатын еді. Егер шығару қиын болса, мен алдыңғы гүлде вилкамен шығардым. Қыстырып қойдым да, итеріп. Енді біртіндеп бұл гүлді былай жинаймыз. Жапырақтары шашыраңқы болу үшін екеуін былай бірінші қосып алайық. Тігеміз енді.
егер қаласаңыздар түбіне дейін жаңа алып тастап жіпті шатастырып алмау үшін кәдімгі тігін жіппен тігуге де болады. Бірақ мен олай істегім келген жоқ, өзім жібімен тіккім келді. Шығарып отырамыз. Тартылды. Және тартып, мына жерде бұлай оратылып отырады. Тігіліп отырады. Ораймыз, сосын кейін тігеміз. Ораймыз, сосын тігеміз. Ортасына шығаруға тырыстым. Жапырақтармен алып тастап отырайық. Ораймыз. Күніміз шығып жатыр біздің. Астында ұмытпайық. Саусағымызды сипалап жапырақтарын қадағалап тұрайық. Бірге тігіліп кетпесін. Мынандай болды. Ерекше әдемі гүл. Бір көргенде адамның жауын алады да, қалай істелген деген сияқты. Бана тігілгеннен кейін сәл жібім шалбырап кетті. Осылай соңына дейін тігіп, кейін артық жібімізді түйіндеп алып тастасақ болады. Мінекей бітірдік енді гүлімізді. Алғашында істеген. Түбі былай тұрады. Қазіргі істегеніміз. Тағы қайталап айтайын. Қалың, жалбырап қалған жіптер болады, тоқыма жіптер. Одан істемей тұра тұрыңыздар, қолдарыңыз үйренем дегенше. Өйткені гүліміз аса әдемі болмай шығуы да мүмкін. Сондықтан оңайырақ жіптерден істесеңіздер. Осындай гүлді көрдік. Рахмет. Біздің каналға кіріп, видеолармен көргендеріңіз үшін жазылыңыздар, бөлісіңіздер. Және де комментарияға жазсаңыздар болады тілектеріңізді. Сау болыңыздар.